Түсінде Меккені көру бұл мақтауға тұрарлық түстердің бірі, өйткені ол шын мәнінде жақсылық пен тура жолдың нышаны. Үйленген әйел үшін түсінде Мекке әл-Мукаррамаға бару, барлық некелік келіспеушіліктер жақын арада шешіліп, күйзелістер мен дағдарыстарсыз, тыныш, бейбіт өмір сүретінінің дәлелі. Кімде-кім оның Мекке әл-Мукаррамада екенін және бала туу мәселесінде біраз қиындықтарға тап болғанын көрсе, бұл түйін мәселенің шешілетінін және Алланың жақын арада оның ризығын беретінін көрсетеді. Егер шын мәнінде үйленген әйел кейбір туыстармен жанжалдасып, түсінде Меккені көрсе, бұл даудың шешілуін және қайтадан жақсы қарым-қатынастардың қайта оралуын білдіреді. Түсінде Меккеде үйленген әйелді көру және ол күйеуімен үлкен келіспеушілікте болды. Сондықтан аян барлық келіспеушіліктердің шешілуін және олардың арасындағы жақсы қарым-қатынастың қайта оралуын көрсетеді. Түсінде жүкті әйелді Меккені көру алдағы кезеңде оның жағдайын жақсы жаққа өзгертетін кейбір нәрселер мен қуанышты жаңалықтардың келетінін білдіреді. Мекке әл-Мукаррама жүкті әйел үшін түсінде жүктілік кезеңінің тыныштық пен жеңіл өтуін білдіреді, босануды жеңілдетеді және бұл кезеңде ешқандай теріс және жанама әсерлерсіз қалдырады. Егер жүкті әйел шынымен де келесі сәбиінің ұл болғанын қаласа және түсінде өзінің Меккеде екенін көрсе, бұл оның қалаған нәрсеге қол жеткізуіне әкеледі. Түсінде Меккеге зиярат етуге бара жатқан жүкті әйел оның дені сау бала туып, болашақта оның керемет өмір сүретінін және анасы оны мақтан ететінін көрсетеді. Ажырасқан әйел үшін егер түсінде Меккені көріп, шын мәнінде қандай да бір қиындықтар мен қысымдарға тап болса, онда аян оған осы қайғы қасіреттің бәрі аяқталатынын және жолындағы кедергі болатын барлық жағымсыз әсерлердің жойылатынын хабарлайды. Түсінде ажырасқан әйелді Меккені көру алдағы кезеңде оның өмірінде кездесетін дағдарыстардың шешімін таба алатынын және қайғы қасіретпен бірге азап пен қиындықтардан кейін жеңілдік келетінін көрсетеді. Ажырасқан әйел үшін түсінде Меккені көру оның болашақта жақсы жағдайға ие болатынын және оған лайықты және бұрынғы күйеуімен қалағанның бәрін ұсынатын жақсы адамға үйленетінін білдіреді. Ер адам үшін түсінде Меккені көру. Меккеде ұйықтап жатқан адамды көру оның адамдар арасында өзінің даналығымен және жақсы мінез құлқымен танымал екенін білдіреді. Түсінде бойдақ жігіттің Меккеде екенін көру алдағы кезеңде оның салих әйелге жолығып, оған үйленетінін білдіреді. Кімде-кім түсінде Меккені көрсе, бұл арман мен мақсатқа жетуге және дұрыс жолға жетуге, сонымен қатар армандаушының қабілетіне сай жұмыс табуға себеп болуы мүмкін. Егер адам шын мәнінде өмірінде белгілі бір дағдарысқа тап болса және түсінде Меккені көрсе, бұл оның бақытын бұзатын және үмітін үзетін уайымдар мен нәрселерден арылуды білдіреді. Мекке әл-Мукаррама түсінде адамның қажеттіліктері мен армандарын орындауға және адамдар арасында артықшылыққа жетуге нұсқайды. Егер адам түсінде қара тасты сүртіп жатқанын көрсе, бұл Құдай оған өзіне және барлығына пайдалы болатын жақсы білім береді дегенді білдіреді. Мекке әл-Мукаррама түсінде интерпретациясы иесі күнә немесе күнә жасаған жағдайда Аллаға қайтатынды білдіретін түстердің бірі. Түсінде қағбасыз Меккені көру жүректе қорқыныш пен үрей тудыратын жағымсыз көріністердің бірі және түс көрушінің көптеген істер мен күнәлар жасайтынын білдіреді. Ал түс өкінбес үшін тоқтап тәубе ететінін ескерту. Түсінде қағбасыз Меккені көру көріпкелдің намаздарын, зекет, ораза және басқа да діни негіздері сияқты діни парыздарын орындауда қалыс қалғанының дәлелі. Түсінде Меккені көру және қағбаны көру діни жағын ұстануды, парыздарды орындауды, дүние мен оның азғыруларынан алыстап өзіне қарсы күресуді білдіреді. Түсінде қағба мен Меккені көру Аллаға қайта оралуды, тәубе етуді және қателікке толы өмірден кие. Достар, осымен түс жору шығарылым аяқталды. Видеоға лайк басып каналға тіркеліп алыңыз.